атым Кәмшат, мен Байсерке ауылынан келіп отырмын, осы Алматы облысынан. Мен бұл жерге келген себебім буындарым ауырады, сосын женский жақтан трубада су бар деп, сосын маған операция жасау керек деп айтқасын. Операция жасатқым келген жоқ, осындай басқа жерін қарастырып көрейін деп, осы Тұрсынгүл апайды көршімнен естіп, ем болғаннан кейін, сондай результаттар көргеннен кейін мен де барып көрейін деп келдім. Себеп нүкте орталығына үлкен рахметімді айтамын. Менің буындарым біраз жеңілдеп, жақсарып қалдым. Осы 2-ші курс лечением бітті. Бұл жерде тек қана емдеу ғана емес, дұрыс өмір сүру салтын үйретеді. Таңертеңнен кешке дейін қалай жүріп тұру керек, не істеу керек, бәрін режиммен, тамақты қандай тамақ ішу керек, соның бәрін үйретеді. Сосын тек ыстық ем берішіп, осылай ем қабылдап, өз-өзіңді қалай тәрбиелеу керек, солай үйретеді. Мен аны кәдімгі дәрімен емделіп, неше түрлі ем жасап көрдім, ешқандай ем келмеді. Ол тек қана уақытша 1-2 ай ғана жүремін, ешқандай әсер болған жоқ. Енді Аллаға шүкір, осы емді қабылдап жатырмын, біраз әсер бар. Терлеп, кәдімгідей тер арқылы шығарып, сөйтіп емдейді екен. Осы себеп нүкте орталығына рахмет айтамын, Тұрсынгүл апайға рахмет айтамын. Осындай ауруларды біраз емдеп, жақсартып жатқанына. Келіңіздер.